Сәлеметсіздер. Мен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Ахмет Байтұрсынов атындағы орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі Спанқұлова Динара Жаманқұлқызы. Педагогикалық идеялар панорамасы байқауына ұсынатын тақырыбым жасанды интеллект және химиялық реакциялар, оқушылардың виртуалды зертханада жүргізетін тәжірибелері. Жасанды интеллект және химиялық реакциялар – бұл жоба оқушылардың химия пәніне қызығушылығын арттыру және тәжірибелік дағдыларын жетілдіру мақсатында жасанды интеллектті қолдану арқылы химиялық реакцияларды модельдеуді ұсынады. Виртуалды зертханалар қауіпсіздік тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Жобаның мақсаты: бірінші, қызығушылықты арттыру, заманауи технологиялар арқылы оқушылардың химияға деген қызығушылығын арттыру. Екінші, тәжірибелік дағдылар, виртуалды зертханалар арқылы оқушылардың тәжірибелік дағдыларын жетілдіру. Үшінші, ғылыми зерттеу қабілеттері. Жасанды интеллект көмегімен оқушылардың ғылыми зерттеу қабілеттерін дамыту. Виртуалды зертханалардың маңызы: қауіпсіздік, яғни виртуалды зертханалар қауіпсіз тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Интерактивтілік: оқушылар химиялық реакцияларды көрнекі түрде зерттейді. Автоматты талдау: жасанды интеллект құралдары нәтижелерді автоматты түрде талдайды. Жасанды интеллекттің талдауы, яғни автоматты талдау. Жасанды интеллект эксперимент нәтижелерін жылдам және дәл талдайды. Визуализация: деректерді графиктер мен диаграммалар түрінде көрсетеді. Болжам жасау: реакцияның нәтижелерін болжап, жаңа экспериментті жоспарлауға көмектеседі. Виртуалды зертхананың бір платформасы, Labster платформасы, химиялық реакцияларды қауіпсіз модельдеуге арналған онлайн платформа. Интерактивті оқушылар виртуалды құралдармен жұмыс істейді. Жасанды интеллектті талдау: нәтижелерді автоматты түрде талдап, графиктерді құрады. Ал Chem Collective платформасына келетін болсақ, виртуалды реактивтер, әртүрлі химиялық реактивтермен тәжірибе жасау, деректерді талдау, жасанды интеллект арқылы нәтижелерді автоматты түрде өңдеу, микроскопиялық көрініс, молекулалық деңгейде процестерді бақылау. Осындай платформалар арқылы реакция жылдамдығы тарауында температураның әсерін зерттеген кезде виртуалды зертхана арқылы және жасанды интеллект арқылы оқушы кестеге сол жасаған жұмысының нәтижесін толтырып талдай алады. Реакция жылдамдығына концентрацияның әсері, яғни төмен концентрация, орташа концентрация, жоғары концентрацияда реакцияның жылдамдығын анықтай алады. Desmos платформасы графиктер құру, эксперимент нәтижелерін визуалды түрде көрсету, интерактивті талдау, графиктерді өзгертіп, нәтижелерді салыстыру, деректерді экспорттау, графиктерді сурет немесе PDF форматында сақтау. Жалпы оқушылар осы платформаларда топтық жұмыспен өткізе алады. Яғни оқушылар топта жұмыс істеп, идеяларымен бөліседі. Өз нәтижелерін, әр топ өз зерттеулерінің нәтижесін сыныпқа таныстырып ұсына алады. Интерактивті бағалау, онлайн тесттер: оқушылар білімдерін виртуалды тесттер арқылы тексереді. Жасанды интеллект оқушылардың жауаптарын талдап, кері байланыс береді. Жеке прогресс: әр оқушының жетістіктері мен даму бағыттары анықталады. Жалпы осы платформалар арқылы оқушы болашаққа ғылыми жұмыстарға дайындық жасайды. Заманауи технологиялар: оқушылар жаңа технологиялармен жұмыс істеуді үйренеді. Аналитикалық дағдылар, яғни деректерді талдау және интерпретациялау қабілеттері дамиды. Ғылыми ойлау, яғни ғылыми зерттеу жұмыстарының негіздерін меңгереді. Жобаның артықшылығы: қауіпсіздік, қолжетімділік және жеке қарқын. Виртуалды зертханалар қауіпсіз тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Оқушылар кез келген уақытта және жерде тәжірибе жасай алады. Әр оқушы өз қарқынымен оқып, тәжірибе жасай алады.
Қорытындылай келетін болсақ, жасанды интеллект пен виртуалды зертханаларды қолдану бұл болашаққа үлкен қадам. Оқушылар химия пәнін тек теориялық тұрғыда меңгеріп қана қоймай, тәжірибелік тұрғыда да терең түсінеді. Жасанды интеллект және виртуалды зертханалар химиялық процестерді қызықты, тиімді және қауіпсіз оқытуға мүмкіндік береді. Біз болашақ ұрпақты жаңа технологиялар арқылы даярлауымыз қажет, және бұл жоба осы мақсатқа толықтай сәйкес келеді. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.